Достар, мен Нур Рахимов боламын. Бұл менің жаңа арнам. Жаңа бөлімдер бұдан былай осы арнада шығатын болады. Осы жаңа арнама тіркеліп алыңыздар. Достар, бұл менің жаңа арнам. Жаңа арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Құрметті оқырмандар, бұл менің жаңа арнам. Тағы да айта кетейін, жаңа арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Жүректегі мұз телехикаясы жайлы сіздермен кішкене бөлісе кетейін. Бұл телехикая шынайы өмірден алынған және Сумру есімді әйелдің өмір баяны жайлы. 1997 жылы жас Сумру сүйіп қосылған күйеуінен 8 балалар босанады. Бірақ күйеуі қайтыс болғаны үшін ол бұл балаларды қаламайды. Солайша ол Нух және Мелек 8 балаларын күйеуінің анасы, яғни енесінің қолына тапсырып, өзі қашып кетеді. Солайша арадан жылдар өтеді. Балаларын тастап кеткен ана, яғни Сумру, Каппадокияның ең ауқатты адамдарының біріне тұрмысқа шығады. Сумру өте бай, өзі қалағанша өмір сүреді, бірақ түні бойы ұйықтамай шығады, өйткені балаларын сағынады. Солайша оның 25 жылы сағынышты өтеді, бірақ Сумруның өткен өмірі жайлы өзінен басқа ешкім білмейді. Балалары бар екенін тіпті ешкімге айтпаған. Сумруның өзі де балаларын ұмыту үшін қанша рет тырысты. Бірақ жылдар өте келе, оның жүрегі мұзға айналды. Өз ішінен шыққан 8 балаларын ұмыта бастады. Сумруның балалары Мелек пен Нух әжесінің қолында өсті. Бірақ әжесі 25 жыл бойы балаларына анасы жайлы айтпаған. Бар айтары, ол сендерді тастап кетті. Ол жоқ, ол жаман адам. Бірақ Нух пен Мелек аналары тірі екенін, аналары оны сағынатынын іштей сезетін еді. Бір күні Мелек әжесін қыспаққа алады. Анасы жайлы бар шындықты білгісі келетінін айтады. Әжесі оны көтере алмай, жүрегі тоқтап қайтыс болады. Солайша әжелерінен де айырылған жетім балалар Нух пен Мелек анасын іздеп Каппадокияға кетеді. Олар Каппадокия көшелерінде анасын іздей бастайды, бірақ Сумруды ешкім танымайды, өйткені Сумрудың тегі басқа, ол мүлде басқа адам. Олар анасын тапқан жағдайда да оған бір сұрағы бар: сен бізді не үшін тастап кеттің? Сол сұрақты қою үшін анасын іздеуде. Олар күткен сәт келді. Олар аналарын тапты. Сумру ханым, тоқтаңыз. Сендер кімсіңдер? Менен не қалайсыңдар? Сендер кімсіңдер? Біз сенің балаларыңбыз. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Жалғасы ертең біздің арнамызда. Dokunmayım ağlarım, çaresizim içime, akar tüm gözyaşlarım, kıyılara vurmuşum boşluğu.